Сенім. Бас дәрігерге әдемі жас әйел келіп қаралады. Дәрігер оны жан-жақты тексеріп көрсе, денесінде ешбір ауруы жоқ. Тек қана көңілі құлазып, жүйкесі минус энергиялармен толған көрінеді. Дәрігер тексеріп болған соң, қалай емдеу керектігі туралы ойланып отырады да. Сіздің денеңізде алып ұшып тұрған сырқат жоқ. Бір ғана дәрі ішіп жазылып кетуге болады. Бірақ ол дәрі біздің қалада тек қана пәлен деген сауықтыру орталығында істейтін Түген деген дәрігерде ғана бар. Сол кісіге барып, осы дәріні алып ішсең, құлан таза жазыласың, деп белгісіз бір дәрінің атын қағазға жазып беріпті. Әйел пәленге барып, Түген дәрігерден әлгі дәріні сұраған екен. Ол, менде ондай дәрі жоқ, депті. Бас дәрігер, ол дәрі қасқалдақтың қанындай қат болғандықтан, Түген сізге бергісі келмей тұр. Сіз жақсылап сұрасаңыз, беріп қалар, деп ақыл айтыпты. Әйел Түген дәрігерге қайта барып, Алла ризалық үшін сол дәріден маған беріңізші, өтінемін, деп жалыныпты. Түген дәрігер, сіз неге айтқанға сенбейсіз? Менде ондай дәрі жоқ деп айтып тұрмын ғой сізге. Әйел қайтадан бас дәрігерге келіп, Түген дәрігер ондай дәрі менде жоқ деп ашуланып, ұрсып, жолатпай қойды, деп ренжігенде, бас дәрігер, Түген дәрігердің мінезі өте қызық адам. Ол дәрі өте қат болғандықтан, сұраған адамдардың бәріне бере бермейді. Сіз аяғына бас ұрып, тіпті жылап отырып, жалынып сұраңыз, депті әйелге. Әйел Түген дәрігерге тағы да барып, әлгі дәріні жылап отырып, жалынып сұрапты. Түген дәрігер қатты ашуланып, сіз не деген қызық жансыз? Менде ондай дәрі жоқ. Ондай дәрінің атын да естімеппін, деп қуып шығыпты. Әйел қатты ренжіп, жылап, еңіреп, бас дәрігерге келіпті. Бас дәрігер, иә, ол қатыгез, дәрігермен өзім сөйлесіп, саған сол дәріні алып берейін, депті. Әйел еріп алыпты. Бас дәрігердің өзіне осыншама назар аударып, көңіл бөлгеніне риза болған. Әйел ауру сырқау екендігін ұмытып, аяғы жерге тимей қуаныпты. Әйел, бас дәрігер мен үшін осыншама көңіл бөлуде. Менің де денсаулығым жақсарып қалған секілді сезіледі. Түген дәрігерден әлгі қат дәріні алып берсе, оны ішіп, бір жола жазылып кететін шығармын, деп қуана ойлапты. Бас дәрігер Түгенге келіп, әйелді сыртта күте тұр деп, өзі ішке кіреді. Түген дәрігер таң қалып, сіз білмейтін дәрінің атын айтып, маған бір әйелді неге жібересіз? Ондай дәрі жоқ емес пе? Депті. Бас дәрігер күлімсіреп, достым, мен мына әйелді емдеу үшін бір амал ойлаған едім, деп Түген дәрігерден сұрап, құтыдағы бір сұйық дәріні алып шығыпты да, әйелдің қолына ұстатып, мынаны Түген дәрігерден әрең сұрап алдым. Бұл дәріні бір күнде 3 рет қана ішесің, құлан таза жазыласың, депті. Әйел ол дәріден бір күнде 3 рет ішіп, тіпті сол күні-ақ сырқатынан толық айығып, көңілі де көтеріліп, іс қызметі де алға басып, өмірі жақсылыққа қарай аяқ басқан екен. Ол сиқырлы дәрісі не екен? Тауып ішсем деп ойлап тұрсыз ба? Іздесе табылмайтын ол дәрі дегеніміз жай ғана таза су екен. Сезіктеніп, дерт жамап, сенім арқылы шипа табу деген де осы. Бұл мысалдан сенім адамның белгілі бір мәліметтерді, құбылыстарды, ойлар мен көзқарастарды, пікірлерді еш күмәнсіз қабылдап, мойындауында көрінетін психиканың ерекше күйі екендігін ұғамыз. Ендеше сенім адамның ақыл ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылататын жағымды сезім. Сенім адамның жігерін арттырып, болашаққа құлшындыратын құбылыс. Сенім үміттен басталады деген қорытынды жасаймыз. Бір-бірімізге шын сеніп үйренейік. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.